Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Шашыңыз түсуін тоқтатпаса, арақпен жуыңыз. Сұлулығыңызға сән беретін, көркіңізге көркемдік сыйлайтын шашыңыздың саулығын сақтау үшін халық әдісін қолданыңыз. Шаштың түсуі жиі кездесетін құбылыс. Алайда шашыңызды жуғанда, тарағанда уыстап түссе, онда ойланыңыз. Себебі бұл ағзадағы және бас терісіндегі өзгерістерге тікелей байланысты. Ал мамандар кейбір ауру мен келеңсіз жағдайдың да әсерінен шаш түседі дейді. Ендеше сұлулығыңызға сән беретін, көркіңізге көркемдік сыйлайтын шашыңыздың саулығын сақтау үшін халық әдісін қолданыңыз. Шаштың түсуіне себепші болатын жағдайлар. Жұқпалы аурулар. Егер сіз жұқпалы дертке шалдықсаңыз, міндетті түрде ем аласыз. Аурудан 3-4 күнде жазылып кетуіңіз де мүмкін. Ал 8-10 аптадан кейін шашыңыз түсе бастайды. Егер 3 айдан асатын болса, онда трихолог дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Әсіресе тұмау, қызамық, іш сүзегі, пневмония сияқты жұқпалы аурудан кейін шаштың түсуі қалыпты жағдай. Ауруды толық емдеген соң шаштың түсуі өздігінен тоқтайды. Екінші себеп ол босану. Балаңызды дүниеге әкелген соң шамамен 8-10 аптадан кейін шашыңыз түсе бастайды. Бұл жағдайда шаштың түсуі шамамен 6 аптаға созылады. Үшінші себеп ішкі ағзаның аурулары. Ұзақ мерзімді және ауыр дертке шалдыққан кезде шаш жұқарып түсе бастайды. Нақтырақ айтқанда, туберкулез, мериоз, қан аурулары, әртүрлі эндокриндік бездердің аурулары, яғни гипофиз, қалқанжай безі, ұйқы безі, аналық безі аурулары сияқты созылмалы аурулар кезінде шашыңыз түседі. Төртінші себеп ол улану. Егер шашыңызды тарағанда, қолыңызбен сипағанда уыстап түссе, онда сіздің ағзаңыз ауыр металдармен уланды дегенді білдіреді. Сәуленің әсері. Сәулемен емделу кезінде де шаш түседі. Себебі шаш фолликуласы өте сезімтал болғандықтан рентген сәулелерінің әсерінен шаштың құрамы жоғалады. Гормоналды бұзылу. Бұл жағдайда шаштың түсуіне әсер етеді. Оның алдын алу үшін арнайы дәрігердің кеңесін алу керек. Дәрумен жетіспеушілігі. Ағзадағы дәрумен тапшылығы да шаштың түсуіне әсер етеді. Мамандар жүргізген көптеген тәжірибелер белгілі бір дәрумендердің жетіспеушілігімен шаштың құрылымындағы өзгерістер мен олардың жоғалуын анықтауға мүмкіндік берді. Дәрігер қандай дәрумен жетіспейтінін анықтап, тиісті ем тағайындауы керек. Жүйке бұзылуы. Неврологиялық аурулар кезінде де шаштың түсуі орын алады. Сондықтан депрессия, стресс алудан сақ болыңыз. Шаштың түсуін халық әдісімен тоқтатуға болады. 100 грамм қалақай жапырағын шыны ыдысқа салыңыз. Үстіне жарты литр 6% сірке суы мен жарты литр салқын су құйып, жақсылап араластырасыз. Ыдыстың бетін жауып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 4 сағаттан соң дайын болған тұнбамен шашыңызды жууға болады. Емделу мерзімі 1 ай. 3 ас қасық андыз тамырын эмаль ыдысқа салыңыз. Үстіне жарты литр сірке суын құйып, отқа қоясыз. Баяу отта 15 минут қайнату керек. Осыдан соң ыдысты оттан алып, бетін жуып қойыңыз. Шамалы салқындаған кезде дайын болған емдік қайнатпаны сүзіп алып, күн сайын шашыңызды жуыңыз. 1 шай қасық ұнтақталған құртқа шашты касатик 1 стакан қайнаған суға салып, бетін жауып қойыңыз. Тұнба шамалы салқындаған кезде сүзіп алып, шашыңызды шаясыз. Келесі әдіс 1 шай қасық сабын шөптің кептірілген тамыры мен жапырағын ыдысқа салыңыз. Үстіне жарты литр қайнаған су құйып, отқа қоясыз. 1 минуттан соң оттан алып, бетін жауып қойыңыз. Бөлме температурасында салқындаған кезде шашыңызды жуыңыз. Келесі әдісіміз 2 ас қасық мың жапырақ. Үгіндісін жарты литр қайнаған суға салып, бетін жауып қоясыз. Шамамен 25-30 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, шашыңызды жуыңыз. Емді күн сайын жасау керек. Келесі әдісіміз 1 ас қасық араққа 1 тамшы дәріханалық гүлшетен, яғни розмарин мен 5 тамшы лаванда қосып, жақсылап араластырыңыз. Қоспаға 1 ас қасық су қосып,
бас терісіне біркелкі етіп жағып шығыңыз. Емді таза жуылған шашқа жасау керек. Қайсы әдісті қолдансаңыз да өте мұқият әрі берілген уақытқа дейін жүргізіңіз. Сонда нәтижесі керемет әрі тез болады. Шаш күтімін тоқтатуға арналған әдістер сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған керек кеңес арнасы.